Құрметті қазақ ел, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, бүгін менің арманым орындалған күн. Қазақ даласын шарлап, қазақтың тарихын айтып жүргеніме 3-4 жылдың шамасы болып қалды. Бірақ сонда да ішімде бір Баянауылға барып, Мәшһүр Жүсіп атамыздың кесенесін көріп, сол жақта Құран бағыштасам деген арманым бар еді. Бүгін дәл сол күнге жеттім. Аллаға мыңда бір шүкір, менің артымда тұрған дәл сол Мәшһүр Жүсіп атамыздың кесенесі, достар. Мәшһүр Жүсіп атамыз өз заманда ұлы тұлғалардың бірі болған. Ол кісінің өзінің қабірін өзі қаздырып, көзі тірісінде жаназасын оқытқанда барлығымыз білеміз. Сол кездегі достары тұрып қасындағы, не істеп жатсың, қазақта бұндай нәрсе болмаған ғой деген кезде айтқан екен: мен өлген кезінде үретін итің сығатын битің болмайды, өз-өзіңе қарай алмайтын күнің туады. Сол кезде мені сен қалай жерлейсің деп барлығына ерте жасатқан деседі. Және одан қалса, бұл кісінің негізі тарих беттерінен оқимыз, Шәкәрім Құдайбердімен құрдас және жақын дос болғанында. Я, достар, Шәкәрім Құдайбердімен бір жиындарда кездесіп қалып, сол кезде бұл атамыз айтқан екен Шәкәрімге: ай Шәке, мынау біздің соңғы кездесуіміз-ау, біреуіміз кісі қолынан, біреуіміз Алланың қолынан арғы дүниеге кетерміз деп. Я, сөздің астарын қазіргі таңда түсініп тұрсақ, Шәкәрім Құдайберді кісі қолынан қаза тапты, ал бұл кісі өз өліммен, яғни Аллаға бір сөзбен айтқанда өзінің өліммен аттанды. Я, одан қалса, өз заманда бұл кісі Абай Құнанбаевпен де кездескен дейді. Енді Абай Құнанбаев бұл кісіден біраз үлкен болды. Сол кезде Абай Құнанбаев былай деген екен: мәшһүр болсаң айтшы, Құдай қайда деген екен. Және тозақ деген не, жұмақ деген не деген екен. Сонда Мәшһүр атамыз қарап тұрып, Абайдың Құдай қайда екен білмеймін, Мәшһүрдің Құдайы жүректе. Ал тозақ дегеніміз, ол алғаның жаман болса, міне саған тозақ, алғаның жақсы болса, міне саған жұмақ деген екен. Ағайын, қарап тұрсаңыздар, бұл кісінің негізгі айтып кеткендері, болжап кеткендері өте көп болған. Жаңа жақын маңайдағы ауылға, Мәшһүр Жүсіп ауылына барып біраз ақпарат жинап алдым. Сол кезде мынау 29-шы жылы өздеріңіз білесіздер, мынау Совет өкіметі емес, сол кезде Ресей империясы ғой. Соның сұрапыл саясатының кезінде Қазақтан малды тартып алып жататын уақыттар болған 29-шы жылдары. Сол дүниенде Мәшһүр Жүсіп негізі сол кездің байларына да айтқан деседі. Яғни, сендер мына байлықтарың ертеңгі күні өздеріңе қиын болады, болашақта конфискация болады деген екен. Ағайын, Баянауылға келсеңіздер, міндетті түрде Мәшһүр атамыздың кесенесіне келіп, Құран оқытып кетсеңіздер деген бір өтінішім бар. Себебі бұндай ұлы тұлғаларды қазақтың болашақ жастары, қазақтың ұрпағы міндетті түрде білу керек. Аман болайық ағайын.